Армысыздар. Банктен алған берешегін өтей алмай жүрген жандарға жағымды жаңалық. Елде соттан тыс банкроттықты рәсімдеу жеңілдетілді. Нақты не өзгерді, мұны білген абзал. Несиесін қанша уақыттан бері төлей алмай жүрген жандар соттан тыс банкрот бола алады. Бұдан былай құзырлы органдарға қандай құжаттарды өткізудің қажеті жоқ. Бүгін осы туралы айтамыз. Былтыр наурыз айынан бері соттан тыс банкроттық рәсімге 100 мыңнан астам өтініш түскен. 14 мыңға жуық азамат банкрот деп танылған. 30 миллиард теңге шамасында қарыз кешірілген. Халықтың шамадан тыс несие алып қарызға бату мәселесін шешу үшін арнайы заң былтыр қабылданып еді. Бұл құжат мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы бойынша әзірленген. Өздеріңіз білесіздер, заңда қарыз түрі және қарыз сомасы бойынша 3 рәсім қарастырылған. Олар соттан тыс банкроттық, төлем қабілетін қалпына келтіру және сот банкроттығы. Бұдан былай соттан тыс банкрот болу айтарлықтай жеңілдеді. Бұрын қаржы ұйымына қарызды қайтармау мерзімі 18 ай болатын. Сол мерзім 12 айға қысқарды. Яғни банктен алған берешегін 1 жыл төлей алмай жүрген жандар соттан тыс банкрот болуға өтініш бере алады. Одан бөлек борышкердің банктік қарыз шарты және микрокредит беру туралы шарт бойынша берешегін реттеуді және өндіріп алуды жүргізу шараларының қабылданғанын растайтын құжатты ұсынудың қажеті жоқ. Тиісті заңға өзгеріс енгізілді. Қаулыда берешекті реттеу талаптары және төлемге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты қолданылатын шаралар туралы мәліметтер тізбесі белгіленді. Бұл борышкерді аталған құжаттар мен мәліметтерді жинаудан босатады. Сондай-ақ соттан тыс банкроттық рәсіміне қол жетімділікті жеңілдетуге мүмкіндік береді. Өзгерістер енгізілген күнге дейінгі түскен күніне шамамен, орта шамамен алатын болсақ, күніне 170-160 өтініш келіп түсетін болса, осы рәсімді қолдануға, заңды өзгергеннен кейін ол 100 өтінішке көбейді. Яғни қазіргі бүгінгі таңда күніне 280-290 өтініштер келіп түседі 300-дің шамасында. Бұл дегеніміз, яғни сұранысқа ие бұл рәсім. Соттан тыс банкроттық тек банктер, микроқаржы ұйымдары және коллекторлық агенттіктер алдындағы борыштар бойынша қолданылады. Сот банкроттығы кредиторлар алдындағы борыштардың барлық түрлері бойынша қолданылады. Бұл ретте несиені өтеу бойынша мерзім кемінде 12 ай болуы тиіс және банктерден реттеу рәсімінен өту қажет. Бұл ретте банкроттықтан кейін пайда болатын салдарға назар аударамыз. Сот банкроттығын, сондай-ақ соттан тыс банкроттықты қолданғандар 5 жыл ішінде банктерден және микроқаржы ұйымдарынан кредит ала алмайды. 7 жылдан кейін ғана банкроттық рәсімін қолдана алады. Олардың қаржылық жағдайы банкроттық рәсімі қолданғаннан кейін 3 жыл бойы тексеріледі. Банкроттықтың соттан тыс рәсімін қолдану үшін тиісті талаптарға сәйкес келген жағдайда азамат e-gov, e-салық, азамат веб-порталы арқылы және халыққа қызмет көрсету орталығымен аймақтық мемлекеттік кірістер басқармасына жүгінуі керек. Сот арқылы банкроттықты қолдану немесе төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдану үшін азамат тұрғылықты жері бойынша аудандық сотқа жүгінуі қажет. Банкроттыққа арнайы барған жағдайда, яғни сондай фактілер белгілі болса, онда сот шешімі арқылы банкроттық деген статусын шешімді алып тастай алады. Ол бірақ соттық шешіммен ғана жүргізіледі. Және де біз жаңағы салдары бар ғой, банкрот деп танылғаннан кейін. Осы салдарының себебі жаңағы 3 жылдың ішінде оның қаржылық мониторингі жүргізіледі. Сол арнайы банкроттыққа барды ма, бармады ма, сол қаржылық мониторингтің ішінде анықталады. Мәселе адамның несие ала алмайтындығында ғана емес, бұл шын мәнінде өте қатаң шектеу. Банкрот болған адамның 3 жыл бойы қасақана немесе жалған банкрот еместігі тұрақты тексеріледі. Яғни банкрот болған адам мүлік сатып алатын болса, оның қайдан қаржы тапқаны туралы күмән туындайды. Бұдан бөлек кез келген банк шоттары мен ақша аударымдары бақыланып отырады. Бірақ бүгінде біздің бүкіл өміріміз дерлік төлем карталары мен интернет банкингпен байланысты. Жасырын активтердің бар жоғы да тексерілетін болады. Және бұл жерде 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен міндетті декларацияны еске түсірген жөн. Мұнда қазірдің өзінде барлық активтер ашылады. Шетелдегі жылжымайтын мүлік, криптовалюта және тағы басқалары бар. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине бұл үшін бәрін білген абзал, аман болайық.